Сонау ерте кезде бір ауылда Есқат деген бір малшы жігіт өмір сүріпті. Есқат бір күні базарға барып бір қап бидай сатып әкеліп келе жатса, жол бойында бір ақ қайыңның түбінде қақпанға түсіп қалған түлкіні көзі шалып қалады. Жаны ашып кетіп, "Апыр-ай, бейшара, бұл не сұмдық екен?" дейді да әлгі түлкінің қасына келіп отыра кетеді. Сосын барып қақпанның ағаш жақтағы ұшын шығарып алады да түлкіні ақырын ғана қақпанымен қосып ептеп көтереді де тонының алдын ашып қойнына салып алады. Осы кезде артпенен арт жағында келе жатқан Мұрат: "Ой, бәрекелді досым, олжа, мынаны сойып терісін сыпырып алсаң үш қойға айырбастауға болады" дейді. Бірақ артқы аяғы ауыр қақпанның жарақатында қалып, ал мынау үскірік аязда тоңып өлерменденіп қалған бейшара түлкіге қатты жаны ашиды да Мұратқа үндеместен жөней береді. Ал бұл Есқат деген жігіттің бұдан 3 жылдың алдында әйелі ауырып дүниеден өткен болатын. Ал баласы болса сонау қиырдағы бір мектепте оқушы еді. Сонымен Есқат түлкіні әкеліп үйіне, әлгі жараланған жерлеріне әртүрлі шөп дәрілерді таңып түлкіні бағады. Әр күні түлкі үсіп қалмасын деп тезек салып, от жағып, киіз үйдің ішін жылтып, тіпті жаншығындағы ең соңғы бір тал құртын да түлкіні баласындай аялап соған береді. Бір ғажабы, осыдан жарым ай өткеннен кейін бір күні Есқат есік алдына шығып қараса, есік алдында 7-8 тал қожа шөптің гүлі тұр екен. Есқаттың жұпыны семьясы үшін бұл рап-айсыз байлық еді. Осы кезде әлгі қожа шөп гүлінің қасында тұрған түлкі тілге келіп: "Мынау менің саған берген сыйым. Мені жарым айдан бері осылай дәрілеп, мінекей жанымды құтқарып қалдың" дейді. Сонда ақкөңіл Есқат: "Жоқ, әйтеу сен жақсы болып сағайып кетсең болды емес пе" дейді. Осылайша түлкі жарақатынан әбден сауығып қалады. Бұл кезде көктемде келген еді. Бір күні әлгі түлкі Есқатты 3 рет айналады да ерекше әдемі бір қызыл көйлекті әдемі қызға айналып Есқатқа сөйлеп: "Есқат, мен кеттім. Енді саған үлкен рахметімді айту үшін сен мені 3 рет Нұрғайша деп айқайласаң, кез келген уақытта пайда болып, саған да бір көмектесемін" дейді де көзден ғайып болады. Арада бір қанша күн өткеннен кейін Есқаттың әкесіне баласынан хат келеді. Сонау қиырдағы мектепте қар қалың жауғандықтан мектеп төбесінен құлап, мектепте оқудың қиын болып қалғандығын айтады. Бұны естіген Есқат дереу атына мінеді да мектепке барады. Осыдан кейін Есқат Нұрғайша деп 3 рет айқайлайды. Осы кезде Нұрғайша түлкі қыз пайда бола кетеді де әлгі бұзылып кеткен мектеп төбесін қалпына келтіріп береді. Ал Есқат түлкі қыз Нұрғайшаға өзінің көп рахметін айтады. Осы кезде Нұрғайша: "Мен адамдардың ісіне көп араласқандығым үшін осы сендерге бір үлкен апат болғалы жатыр. Өзіңе сақ болғайсың" дейді да көзден ғайып болады. Сөйтіп көп өтпей аспаннан үлкен бұршақтар жауып, малшылардың мал шаруаларына ауыр зиян тигізеді. Осындай кезде ауылдасы Мұрат елдерге: "Осы бәленің барлығы баяғы Есқат баққан түлкі жынның ісі" деп халықтың барлығын Есқатқа айдап салып, Есқатты кінәлайды. Тіпті әуелі "Есқат пен түлкі жынды өртейміз" деп бір топ адамды жинап, Есқаттың үйіне келіп, Есқаттың үйін қоршап өртемекші де болады. Осы кезде әлгі түлкі қыз Нұрғайша пайда бола кетеді де жарқ-жұрқ еткен найзағайлар шағылысып, бір кезде баяғыда талай аңдарды аяусыз қырғындап, ақша үшін терілерін талай аңның сыпырған, әлгі Есқаттың үйін өртеу үшін адам бастап кеп тұрған Мұрат деген аңшы ауылдасы жерге домалап, жынданардай болып қатты шырқырайды. Ал арқасындағы қасқыр терісі қасқырға айналып, Мұратты тіпті де азаптайды. Әсілі Мұрат талай аңдарды, қасқырларды аулап, терісін сыпырса да соған қанағат қылмай, осы жолы осы бір Есқаттың түлкі жын бақты деген сылтауменен Есқатты үйін өртеп, өзін өлтіріп, әлгі түлкі қыздың да терісін сыпырып алмақшы екен. Бірақ бұның бұл арам ойы білініп қалғандықтан түлкі қыз жағынан қарғысталып жіберген екен. Осыдан кейін Есқат пенен түлкі қыз Нұрғайшаның әділет үшін күрескен осы ізгі істері перілерді де әсерлендіріп, осыдан кейін перілер де Нұрғайшаның адамдар арасында Есқат пенен тату тәтті мәңгі бірге болуына рұқсат етіпті. Осыдан кейін Нұрғайша менен Есқат адамзат арасында тату тәтті, бақытты, ізгіліктің туын ұстаған,
әдемі бір семья болып өмір сүріпті. Ендеше сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл бір қарапайым ертегі болғанымен, реал өмірде әділеттілік қара ниеттікті жеңіп, қаншама адамдар өзінің бақытты өмірін сүруде. Пікір аймағына пікірлеріңізді жазып, жүрек басып 66 жолдап, бармақ басып достарыңызға жолдай кетіңіз.